77-ші препарат H-шек препараты гематоксилин эозин бояумен боялған. Бұл жерде біз негізінен 4 бөлімді бөліп қарастырамыз. Бірінші бөлігі бұл бізде шырышты қабығы. Шырышты қабығында біз микробүрлерді көреміз. Мінекей мынаның барлығы да микробүрлер. Немесе мыналар аяқтан компьютермен қарағанда. Дәл осы микробүрлердің беткейін бізде бір қабатты цилиндрлі эпителий қаптайтын болады. Одан кейін біз меншікті қабатын ажыратамыз. Ол мінекей мынау. Меншікті қабатында біз крипталарды көреміз. Мінекей мыналар бізде крипталар. Одан кейін бізде кілегей қабығын кілегей асты негізінен бөлетін ет қабатын көреміз. Келесі бұл бізде кілегей асты негізі қабаты. Одан кейін бұл бізде кілегей асты негізінде коллаген талшықтары әртүрлі бағытта орналасатын болады. Келесі бұл бізде ет қабаты. Ет қабаты екі түрлі қабаттан тұрады. Ішкі қабаты бұл бізде сақиналы қабаттан тұрады деп көрсетесіз. Ал сыртқы қабаты бұл бізде бойлай орналасқан қабаттан деп көрсетесіз. Бойлай орналасқан. Және ең соңғы сірлі қабығы бұл өте жұқа келетін қабық болады.